Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам атасының қолында. Анасының қазасынан кейін тұл жетім қалып жүрегі жаралаған Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жағдайына атасы қатты алаңдап, оған деген жанашырлық сезімі бұрынғыдан да арта түсті. Кішкентай немересін бауырына басып, жылулығы мен мейіріміне бөледі. Оған үнемі қамқор болып, барынша аялап, анасын жоқтатпауға тырысты. Оны ешқашан жалғыз қалдырмайтын Абдул-Муталиб сүйікті немересін тіпті өз ұлдарынан да артық көретін. Атасы Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өзінен басқа ешкім отырмайтын көрпеге отырғызып еркелететін. Оның әрбір қылығына қуана мәз болатын және немересінің болашағы зор боларына кәміл сенетін. Арада 2 жыл өткенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 8 жастан сәл асқанда атасы Абдул-Муталиб те қайтыс болды. Ол көз жұмар сәтінде немересіне қамқор болуды оның әкесінің туған бауыры, яғни көкесі Абу-Талибке табыстады. Келесі тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көкесі Абу-Талибтің қолында. Арнамыздан алыстамаңыз.